3 ғасыр бұрын қазақтың кең байтақ жеріне жоңғар хандығының қалың әскері баса көктеп кірді. Көтпеген жерден жасалған шабуылға төтеп беру оңайға соқпады. Жоңғарлар қазақ жерінің көптеген аумағын басып алып, халқын қанаумен болды. Мыңдаған адам соғыста қырылды, тірі қалғаны тұтқынға алынды. 300 ру басшылары жиналып, қазақтың басын бір тудың астына біріктіру керек деген шешім қабылдады. Ел басына күн туғанда, елі мен жерін қорғайтын қайсар мінезді ерлер қазақтың кең сахарасынан шыға бастады. Ерлігі мен қаһармандығын бағалаған халық оларды батырлар деп атады. Бір жасақтың түбіне жете жаздады. Олар соның соңынан ерді. Бұны сағаттық болды. Қазбек, ол тым жас деп айттым ғой. Оның қызылығы мен албырттығы біз үшін тым қауіпті. Оның жас екені рас. Бірақ ол есесіне ер жүрек. Соның арқасында жеңіске жетті. Қазбек, біз басқаша шыныққан жандармыз. Бізді салқын қандылық пен байсалдылыққа үйреткен. Өте қажет болмаса, кез келген ұрысқа араласа кетпейтінбіз. Қазбек, ақылға шақырамын. Наурызбайды жасақ басшылығынан босат. Әйтпесе ол бір бәлеге ұрынып жүрер. Наурызбай өз халқын жеңіске әкелу үшін қолынан келгенінің бәрін жаса белек. Бірақ мен сіздердің шағымдарыңызды түсінем. Оны мен сөйлесем деп уәде берем. Біз қазақтың әскердің тез шабуылына дайын болмадық. Оған қоса әлгі Наурызбай қайтадан жасақты бастап келді. Жетен! Ертеңгі шайқас осы соғыстың шешуші шайқасы болмақ. Бұл жол әскерді мен өзім бастап шығып, осы далада Қазыбектің сүйегін шертпекшімін. Ал Наурызбайға келетін болсақ, ертеңгі шайқаста Қазыбектің жанында ол бәленің болмауын қалаймын. Наурызбай. Сәлем бердім, Қазбек. Қайтадан оңашаландың ба? Уағыздарды тыңдаудан шаршадым. Әлгі күңкілшілдердің көңілінен шықпадым ақыры. Мен шайқастың қызған жеріне төтеп берем, ал олар болса сырттан қарап қана тұрады. Наурызбай, сен бізге талай жеңіс әкелдің. Сенің ержүректілігің жайлы әр жауынгер біледі. Дегенмен олардың айыптарының негізі бар. Сенің қызбалығың мен ойсыздығың сенің түбіңе жетеді. Сабыр сақтап, ішкі даусыңды тыңдауың керек. Егер осы қасиетке ие болсаң, бір кезде ұлы қолбасшы боласың. Ертең шешуші шайқас. Наурызбай, сен маған ертең өте керексің. Мен айтқан сөздерің жайлы ойланам, Қазбек.
Kettik.